Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Менің оқырмандарымның арасында тек оқушылар ғана емес, сонымен қатар ата-аналар және ұстаздарымыз да бар екен. Мен қазір жазғы демалыс болғандықтан оқушыларға тек сабақты ғана емес, сонымен қатар жазғы демалыста қалай тиімді өткізуге болатынын айтқым келіп отыр. Мен өзімнің қаламдағы кітапханаға барып, ол жақта балалар кітапханасы және үлкендер кітапханасын көріп, сол жайлы ақпарат бергім келіп отыр. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қарағанды облысы Приозерск қаласының кітапханасы 1970 жылы Ульяновская көшесінде, қазіргі Лисунко көшесінде орналасқан еді, ал қазір Ағыбай Батыр көшесінде орналасқан. 2008 жылдың 1 қаңтарында әкімнің шешімімен Приозерск қалалық кітапханасы мемлекеттік мекемесі болып өзгертілді. Кітапхана ғимараты 2 қабаттан тұрады. Бірінші қабатында балалар кітапханасы, оқу залы және оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі бар. Ал екінші қабатта кітапнама бөлімі, әдіскер бөлімі, кітап қорын толықтыру бөлімі және оқырманға қызмет көрсету бөлімі бар. Қазіргі таңда кітапхананың қорында 53.781 кітап қоры бар. Оның ішінде 8610 кітап қазақ тілінде. Балалар кітапханасында үміт бағдарламасы және шебер қолдар үйірмесі бар. Кітапхананың оқырмандарын көбейту мақсатында басқа мекемелерге кітап, журналдар тарату үшін кітапханада жылжымалы кітапханалар жұмыс жасайды. Мінекей балалар, бұл жерде шебер қолдар үйірмесі, көріп отырғандарыңыздай балалардың жасаған керемет бұйымдары. Осы үйірмеде осы кітаптармен, әртүрлі кітаптардан қарап отырып, әртүрлі бұйымдарды жасап үйренеді екен балалар. Сондықтан жазғы демалысымызды пайдалы әрі тиімді өткізейік. Әртүрлі нәрселер үйренуге, білуге, білімді арттыруға болады екен осылай. Балалар кітапханасының ішінде мен өзімде қатты қызығып кеттім. Себебі қаншама кітаптарды көріп шықтым. Сендер де барсаңдар болады балақайлар жазғы демалыста. Мен өзіме де кітаптар алып кеттім өзімен бірге. Өте керемет әрі қызықты ертегілер бар екен. Сен білесің бе атты кітаптар бар екен. Балалар, қазіргі таңда ғылыми техникалық прогресспен адамзаттың өркениеті өте қарқынды дамып, ақпараттық технологиялар дамып, кез келген кітаптың мәтінін, кез келген кітаптың өзін интернеттен тез тауып алуға болады, бірақ интернеттен олай тез тауып алып оқығанмен кітапхананың, кітаптың орны бөлек. Кітап адамның рухани досы. Біз мектепке ең алғаш барған кезден бастап және сол мектепті бітіргенше сол кітаппен дос болып, кітап оқып білім аламыз, балалар. Тек білім алып қана қоймай, әртүрлі нәрселерді үйреніп, біліп, көрген сайын өзімізге де пайдалы болмақ. Міне балалар, қараңдаршы, балалар кітапханасында осындай әдемі, керемет кітаптар бар екен. Қандай қызық, шынайы сияқты, бізге қарап сыртына шығып тұрған сияқты көрінеді, балалар. Көрдіңдер ме? Өте қызықты ертегі сияқты. Осы кітапты сендер де оқып көріңдер, жақсы ма?
жақсы балалар, сендер бұрын көрген саяхатшы Дара және оның досы Боти жайлы кітаптар да бар екен, иә? Сендер бұның мультфильмін көргенсіңдер. Оның кітабы да бар екен. Өте қызықты, иә балалар? Оны оқып алсаңдар да болады.